Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Рудный қаласы білім бөлімінің нөмірі 15 жалпы білім беретін мектебінің 8 А сынып оқушысы Қасымхан Нәрзат Жылаханқызы біз біргеміз жобасымен. Жобаның мақсаты мен міндетін айта кетсек, мақсаты мектебіміздегі әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларды өмірге бейімдеу барысында құрдастарының арасында мен көзқарасын дамыту. Міндеттері тақырып аясында арнайы әдебиеттерді зерттеу, мектеп оқушыларын бақытқа бастар жолға тарту үшін жоба шеңберінде ақпараттық насихаттау, алынған ақпаратты талдау, жалпылау және өз қызметін қорытындылау. Жоба өзектілігі қоғамдағы әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларды өмірге бейімдеуге байланысты осы мәселеге жұмылдыру арқылы жас ұрпақты әлеуметтік ортаға тәрбиелеу саласындағы басым мемлекеттік міндеттердің бірін шешуге тырысуға болады. Жобаға қатысушы топтар орта буыннан алынған болатын 6-8 сынып арасында барлық қатысушылар 20 оқушы. Мектебімізде жартылай жетім, отбасылық қысымда тәрбиеленген тәуекел тобында тұрған оқушылар, есепте тұрған оқушылар жоқ, бірақ алайда өгей ата-анамен тұратын оқушылар 22, жалғыз басты әкелермен тұратын оқушылар саны 3. Бұл категориядағы отбасылардың балаларының ортада өзін-өзі ұстаулары басқаларға қарағанда оқшауланып тұрады. Сондықтан, осы категориядағы балалардың жай-күйін үнемі бақылауда ұстап мінез-құлқындағы өзгерістердің болмаудың алдын алуымыз қажет. 6 және 8 сынып арасында психологиялық сауалнама өткізген болатынмын. Сол кезде жоғары ұпай жинаған оқушы саны 23, ал жақсы орташа ұпай жинаған оқушы саны 111, төмен ұпай жинаған оқушы саны 2, барлық сауалнамаға қатысқан оқушы саны 136. Мониторингта сіздер қандай сұрақтар болған көре аласыздар? Балалардың тұйық қасиеттерін жоятын 8 қадам, олардың бірі әңгімелесу, сауалнама, өзін бағалау жаттығулары және жұптық топтық тренингтер. Баланың өз мүмкіншіліктерін толық көрсетуіне кері әсерін тигізетін қасиеттердің бірі мінез ауырлығы, қоршаған ортада көпшілікте ашыла алмауы және ең бастысы ата-ана тарапынан қолдаудың аздығы. Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші ақпараттық талдау, екінші ұйымдастыру практикалық және үшінші бағалау. Бұл жерде мониторингта 23 шара бұл балаларға тұйық қасиеттерінен жоюға көмек береді. Жобаны жүзеге асыру уақыты 2020-2021 оқу жылы қыркүйек-мамырында бірінші кезең өтеді, ал екінші кезең 2021-2022 оқу жылындағы қыркүйек-маусым айларында арасында өтеді. Үшінші кезең 2022-2023 оқу жылында авторлық бағдарлама әдістемелік құрал өтеді. Жобадан күтілетін нәтиже мен көзқарасын айқындауға жол ашады. Қорытындылай келсек, біздің жобамыз арқылы оқушылардың ашуына, өмір деген көзқарастарын жақсы жаққа қалыптастыруға болады. Әртүрлі іс-шаралар арқылы сапалы, тиімді шараларды сұрыптау.